Қайырлы күн достар, міне мен өмірімде екінші рет МСПСке жол тартып бара жатырмын. Алдыңғы видеода 70-тен астам комментарий келген болатын. Видеоның соңына орай сол сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Ал мен бүгінгі МСПСке барғанымда Джунхенің бірінші, екінші, үшінші этажы және де бөлек здание 4-5 этаждар бар. Соның бәрін аралап шықтым. Бұдан бөлек ИУ деген және де Золотой порт Джунхенің қасындағы Кинг-Конг деген 3 түрлі здания бар, торговый центр, бірақ оларды аралаған жоқпын. Енді бұл жерде мен алдыңғы видеода МСПСке кіргенде барлығына обзор жасап шықтым. Және де Джунхенің подвалында, яғни ең төменгі бірінші этажында үйге қажетті приборларды, мысалы, соның арасында әртүрлі тефаль, миксер, шашқа үйге өзімізге күтімге арналған әртүрлі выпрямитель, гафри бар ма, миксер деген сияқты барлық приборларды таба аласыздар. Және де олардың бағалары сапасына орай әртүрлі болып келеді. Киімдер, әртүрлі қажетті заттар туралы алдыңғы видеода толығымен айтылған болатын. Мына жерде пылесостар мысалға 15 мыңнан басталады екен. Жалпы барлық керекті заттарды таба аласыздар, бірақ мен бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ендеше кеттік. Сіздер тіркелуді, яғни подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ: амансың ба қарындасым? Бәрі өте түсінікті айттың. Телевизор шығарсам, екеуі через почтама, почтаға қанша төлеймін? Жалпы бұл жерде телевизор шығарсаңыз, оның килограммына байланысты, оның қанша екенін мен білмеймін, ал бірақ килограммына 80 теңге төлейсіз. Через почта шығарып бере алады. Екінші сұрақ: постоянно кіргізе бере ма қаргосқа, айына бір рет па? Алған затыңыз 5 килограмм болса, қолыңызға ұстап шыға бересіз. Ал егер 31 килограммдық дүние алатын болсаңыз, через почта шығарасыз және де айына бір рет қана кіресіз. Келесі: қаргос Қытайдың жері ма? Жалпы Қазақстан мен Қытайдың арасындағы шекарада орналасқан торговый центр десек болады. Енді 15 жастағы балаларды ата-анасымен өткізе ма? Туу туралы куәлікпен алама билетті. Балалардың туу туралы куәлігі керек болады және де міндетті түрде ата-анасының қасында болғаны жөн. Видеокамераға түсіргенде бірге түсіреді. Жыдай билеттің құны 3000 теңге. Келесі: салам, Бішкектен барсақ болып дейді. Бішкектен келсеңіз болады. Саудамен айналысамын, немесе басқада өте көптеген заттарды аламын, жолдың ақшасы кәдімгідей сол барғанға тұрарлықтар деп ойлайтын болсаңыз, онда келгеніңіз дұрыс. Ал бұлай 2-3 зат үшін келген бәрібір жолыңыздың құнымен дұрыс келмей қалса, одан да өз еліңізден алғаныңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл менің жеке ойым. Келесі сұраққа келетін болсақ, Қазпошта үйіңізге дейін жеткізбей ме дейді. Оны нақты білмеймін, бірақ Жаркеттің Қазпоштасына дейін шығарып берсе, ары қарай өзіңіздің қалаңызға жөнелтсеңіз болады деп ойлаймын. Келесі сұрақ: ассалаумағалейкум, мен Өзбекстандан барсам болады ма? Шекарадан жүктерді өткізу деген сияқты сұрақ кетті. Негізі сол Өзбекстаннан келсеңіз болады. Жалпы жауабым осы: келсе болады, негіз басқа қалалардан, басқа елдерден. Келесі: мектеп заттар бар ма? Детский, канцелярский бар ма депті. Бірақ мен ондайларды көрген жоқпын, өзінде аламын деген ниетпен барған болатынмын. Нақты жауап бере алмаймын. Харгосқа баруға паспорт керек па? Удостоверение личностімен кіруге болады. Келесі: саламатсыз ба? Міндетті түрде загранпаспорт болу керек па? Банктерде черный спискада болса өткізе ма? Загранпаспорт керек емес, удостоверение личностімен кіре аласыз, черный спискада болсаңыз кіргізбейді. Келесі сұрақ: 31 килограммнан асса не болады? Мөлшерін білмей көп зат алып қойсақ. Әрбір торговый бутиктардың қасында өлшейтін килограммвый вес болады. Сол жерде өлшеп өз затыңыздың қанша килограмм шыққанын қарап жүрсеңіз болады. Ал бұлай 31 килограмм деп айтады. Келесі: қанша килограмм товар алып өтуге болады? 31 килограмм ба дейді. 31 килограмм. Бағалары Бао Таодан арзан ба? Ол жағын білмеймін. Сол сайтпен салыстырып өзіңіз қарамасаңыз, бұлай білмейді екем.
Келесі сұрақ: саламатсыз ба? Қазпоштамен тек Алматыға дейін жеткізіп береді ма, әлде басқа қалаларға да жібереді ма? Тікелей айтып жібересіз ба? Сәлеметсіз бе? Жалпы қазпоштамен білмейді екем қай қалаға дейін шығарады, бірақ айтып көрсеңіз болады да. Негізі мына қалаға десеңіз апарып беретін шығар, нақты ол жағын білмеймін, бірақ Жаркентке дейін точно шығарады. Сәлеметсіз бе? Сізбен қалай сөйлесуге болады? Сөйлесіп қайтейін деп едіңіз? Егер банктер черный спискада болса, черный спискамен рұқсат етпейді. Шубалардың бағасы 40 мыңнан басталады. Тоқыма жіптер бұйымдарды қанша тұрады екен? Ондайларды өкінішке орай көрген жоқпын. Машина тұрағы стоянка сағаты 1000 теңге, өте қымбат. Мен ол жерде жұмыс істемеймін, жай ғана қарапайым қызбын, сол жерге бірінші рет кірген болатынмын. Көп рахмет дейді. Сізге де рахмет. Ұнағанына, сіздерге пайдасы тигеніне өте қуаныштымын, сондықтан тіркеліп қойыңыздар. Можно ли заехать в Харгос, если стоит запрет на выезд за рубеж в связи с имеющим долгом перед банком по кредиту? Если вы в черном списке по кредиту в банке, то вам не разрешает ехать в МСПС. Келесі сұрақ: Қорғас деп айтылады. Қазақстан жері Қытаймен шекара. Иә, Қазақстан мен Қытайдың арасындағы торговый центр деп атасақ болады. Маған Харгос деп айтқан ыңғайлырақ. Кому как деген сияқты ғой енді. Келесі сұрақтарға келетін болсам, школьный форма бар ма қазір? Мен лично өзім школьный форма, ақ кофта деген сияқты, брюка деген сияқты дүниелерді көрген жоқпын. Басқа торговый центрде бар шығар, может. Келесі: как доехать? Сколько будет? Подскажите автобус. Такси откуда, куда и как? Спасибо, дейді. Если вы с Жаркента, такси до МСПС 1000 тенге, дальше вы оплачиваете за билет туда и обратно 3000 тенге, и все. Автобус бесплатно, сам там маршрутирован автобус. Как доехать до МСПС? Осымен, құрметті достар, сұрақ-жауап айдар аяқталды. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де сұрақтарыңызды комментарийге жазыңыз.